Құрметті Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың назарына. Мен Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, нөмірі 38-ші Оңдасынов атындағы мектеп гимназиясының мұғалімімін. Сізге қазіргі таңда осы аталған мектептің басшысы Жүсіпова Айман Сұлтанбекқызы мен орынбасарлары Асылбекова Дана Дүйсенбекқызы және Қосыбекова Айжамал Шардарбекқызы тарапынан өте қатты қысын көріп жатқанымды мәлімдегім келеді. Жоғарыда аталған мектеп басшылары бізді осы жылдың 4-12 сәуір аралығында негізсіз жұмысқа жұмсады. Біз тұрғындардың статусын анықтадық. Атап айтар болсам, жұмыс жасайтын, жасамайтын, хабар-ошарсыз жоғалған және сот тергеуінен жасырынып жүрген тұрғындарды анықтадық. Осы тұрғындар бойынша жұмысты тапсырып біткеннен кейін мен 8 сәуір күні анамның халін білуге ауылға кеткен болатынмын. Алайда осы күні маған орынбасары Қосыбекова Айжамал Шардарбекқызы қоңырау шалып, тағы да әкімшілік тарапынан жұмыс түскенін айтты. Мен бара алмайтын себебімді түсіндірдім. Оған қарамастан маған телефонда айқайлады. Таксимен болса да сен жетуің керексің. Жетпесең басшының алдына апарамын деп. Мен бұл күні жете алмадым. Сол себепті 10 сәуір күні мені мектеп басшысы жеке кабинетіне шақырып алып, орынбасарларының алдында ар-намысыма тиіп, құқығымды таптап, орынсыз сөкті. Бұл тұрғындарды, мөлтекаудан бойынша тұрғындарды аралау бойынша жұмысты мен емес, қалалық білім бөлімінің басшысы Тәжиева Жанат Арысбекқызы тапсырғанын айтып, одан әрі намысыма тиді. Мен себебін түсіндіргім келген еді, алайда маған ешқандай сөз берген жоқ. Тыңдамады, тыңдағылары да келмеді. Маған енді істері менімен болатынын айтты. Сабағыңа кіремін, сенің қандай мұғалім екенін көремін. Енді Гүлжан, ісім сенен болсын деп орынбасарларының алдында басып айтты. Содан кейін менің сөзімді ешбір тыңдамастан кабинетінен шығарып жіберді. 1 сағат өтер-өтпестен сабағыма кіріп, орынбасарлары Қосыбекова Айжамал Шардарбекқызы мен Байзақова Зәуре Жақыпбекқызы оқушылардың дәптерлерін жинап алып кетті. Алайда бұл жұмыс менің өзге әріптестерімде орын алған жоқ. Осыдан кейін Қосыбекова Айжамал Шардарбекқызы мені кабинетіне шақырып, маған түзген актімен таныстырды. Акт бойынша түсініктеме жазып беруімді өтінді. Мен үй аралау бойынша барлық жұмыс жасадым ғой. Енді бұл актты не үшін толтырдыңыз? Дегенімде, егер түсініктеме жазбайтын болсам, тағы да акт түземіз деп қорқытты. Мен амал жоқ. Келе алмаған себебімді жазып бердім. Осыдан кейін менің сабақтарыма қайта кіріп, менің мазамды жиі алу басталды. Мен басшылардың мұндай орынсыз іс-әрекеттерін көтере алмадым. Ешқайсысын тіпті жанында жүрген әріптестеріме де айтып жеткізе алмадым. Осыдан кейін мектепте қан қысымым көтеріліп, 170-те 120 болып, есімнен танып құладым. Осы сәтте мектеп әкімшілігі маған ешқандай көмек те бермеді. Есесіне аяусыз қорлады.
Асылбекова Дана Дүйсенбекқызы. Менің бүйірімнен тепсе, Қозыбекова Айжамал Шардарбекқызы. Барлық есік терезені жауып, мені видео жазбаға түсірді. Менің қатты қиналып жатқанымды көрген басқа мұғалімдер жедел жәрдем шақырды. Жедел жәрдеммен ауруханаға түстім. Ауруханаға мектеп тарапынан, мектеп әкімшілігі тарапынан менімен еріп ешкім барған жоқ. Тіпті үйіме де ескертпеген. Ауруханаға барған соң, мен тіпті дәрігерлерге аты жөнімді айта алмадым. Өз аяғымнан тұра алмадым. Дәрігерлердің бақылауында 17 күн болдым. Дәрігерлер маған ситуационный невроз деген диагноз қойды. Алайда осы ауруханадан шыққан қағазымды алып барған соң, мектеп басшылығы маған деген қысымын доғарар деп ойлағаным болмай шықты. Осы турасындағы шағымымды Сағадиев Ерлан Кенжеғалиұлына да жолдаған болатынмын. Алайда бүгінге дейін еш хабар жоқ. Менің қазіргі халім өте ауыр. Сонымен қатар осы шағымды мен Қазақстанның шағым кітабына да жолдадым. Онда түрлі комментарийлер, яғни пікірлер түскен. Сол пікірлер үшін мені мектеп әкімшілігі одан әрі қысымның астына алып жатыр. Қазір жанымдағы әріптестерімнің бәрі менен алыстатып жіберді. Тіпті сабақ беретін оқушыларым мен олардың ата-аналарын маған қарсы үгіттеп, менің ұстаздық қадіріме де нұқсан келтіріп жатыр. Менің алдымда қазір тек жұмыстан емес, өмірден айырылып қалу қаупі тұр. Аса құрметті елбасы, өзіңізден маған көмек беруіңізді күтемін, сұранамын. Мектепте заңсыз әрекеттер көп. Егер біз бір нәрсе айтатын болсақ, орынбасар Асылбекова Дана Дүйсенбекқызы бізге басшымыздың әкесі билік орында жолдасының құқық қорғау органында қызмет атқаратынын айтып, құқығымызды таптап, жігерімізді жасытады. Сондықтан аса құрметті елбасы, өзіңізден көмек күтемін. Менің бар үмітім мен тағдырым сіздің қолыңызда. Маған көмек беріңізші.